Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен миксерсіз өте оңай жасалатын үлкен көлемдегі пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен осындай үлкен таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, қантымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксер қолданбайтын болғандықтан венчиктің көмегімен ұзағырақ араластырамыз, біздің массамыз әппақ болып көпіргенше. Жақсылап араластырып болғаннан кейін келесі кезекте сұйық қоспаларымызды қосамыз. Сұйық май және де сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ қоспаларымызды қосамыз. 15 грамм разрыхлитель және де осылай бір ыдысқа алдын ала електен өткізілген ұн және де какаомызды дайындап 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Екі үш бөлікке бөліп қосқаннан кейін осымен біздің қамырымыз дайын болды. Өте оңай жасалады және де аз ғана уақытыңызды алады. Дайын болған қамырымызды енді осылай противенге құямыз және де алдын ала пешімізді қыздырып дайындап қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскендігін шпажкамен тексеріп көрсеңіздер болады. Пирогтың бетіне ганаш дайындайтын боламыз. Ол үшін сары май мен қара шоколадты микроволновкада ерітіп аламыз. Және де пирогымыз пісіп шыққаннан кейін кішкене суытып, ганашымызды пирогтың бетіне барлық жеріне құйып шығамыз. Пирогтың бетіндегі ганашымыз кішкене қатқаннан кейін осылай лопатаның көмегімен немесе пышақпен көз мөлшерімен бөліп аламыз бөліктерге және де сәндік үшін бетіне кез келген жемістер немесе арахис пайдалансаңыздар болады. Мен арахис пайдаландым. Арахисті алдын ала үгітіп алып, дәл осылай пирогтың бетіне сеуіп шықтым. Осымен біздің өте оңай және де үлкен көлемдегі дәмді жұп-жұмсақ болып шығатын пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.